Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай капустадан салат дайындайтын боламыз. Ол үшін қарапайым осылай капустамызды алып 1 см көлемінде майдалап турап шығатын боламыз. Капустамыздың барлығын осылай турап алдым. Енді осындай үккіштен бір сәбізді өткізетін боламын. Енді осындай балғын қиярымызды алып, таяқша етіп турап аламыз. Егер сізде қияр болмаса, қияр қоспасаңыз да болады. Енді салатымыздың үстінен дәмдеуіштерімізді саламыз. Оның үстінен өлшенген сұйық майымызды құйып, және де сірке суын құйып, жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағатта біздің дәмдеуіштеріміз барлығы сіңіп салатымызға өзінің ерекше дәмін беретін болады. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын болды.
енді әдемі ыдыстарымызға орналастырып дастарханға ұсынатын боламыз. Достар, егер менің арнам сізге ұнап, пайдалы ақпараттармен, пайдалы рецепттермен бөлісіп жатсам, міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі жаңа видео рецепттерде кездескенше аман сау болыңыздар. Әрдайым мені қолдап, лүпіл басып, комментария жазып, қазақша арнаның көркеюіне өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар.